Алматы облысы Балқаш ауданы Сеңгірбаев атындағы орта мектебінің биология пәні мұғалімі Карибекова Алия Карибековна. Бүгінгі сабағымыз жаңа бөлімнің тақырыбы эволюциялық даму. Сабақтың тақырыбы жердегі тіршіліктің пайда болуы кезеңдері. Оқу мақсаты жердегі тіршіліктің дамуының негізгі кезеңдерін оқып білу. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Қандай ағзалар жерде пайда болды? Прокариоттар немесе эукариоттар? Бір жасушалар ма немесе көп жасушалар ма? Осы тақырыптың жауабын бүгінгі жаңа сабақтан білеміз. Жаңа сабақты бастамас бұрын мына бейне фильмді тыңдайық. Жалпы жердегі тіршілік әрдайым өзгеріп отырды. Өзгерген сайын ол жер қойнауында әртүрлі іздер қалдырды. Ол іздерді біз геологиялық іздер деп атаймыз. Геологиялық іздер дегеніміз бұрынғы болған организмдердің жер қойнауында сақталуын айтамыз, немесе олардың бөліктерін. Ғалымдар осы геологиялық іздерді зерттеу арқылы жер шарында бүкіл уақытты геохронологиялық шкалаға енгізді. Геохронологиялық шкала 5 эрадан тұрады. Ең бірінші және де ең ежелгі эра ол архей. Ол шамамен 1 миллиард жылға созылған. Архей кезінде жер бетінде негізінен бір жасушалы прокариоттар өмір сүрген. Олар көбінесе судың ішінде өмір сүрді. Ары қарай архей кезінде бір ерекшелік бар. Архей кезінде тіршіліктің негізгі қасиеттері пайда болды. Олар өсу, көбею, тұқым қуалаушылық. Және де архей эрасында қазіргі кезде де энергия көзі ретінде қолданатын процестер пайда болды. Олар фотосинтез, гликолиз, ашу, тыныс алу. Архейден кейінгі эра протерозой. Протерозой ең ұзақ эра. Ол шамамен 2 миллиард жылға созылған. Протерозойдың басында жер бетіндегі доминанттық тіршілік формасы бір жасушалы бактериялар болды. Одан бізде көп жасушалы эукариоттар дамып шықты. Көп жасушалы эукариоттар ары қарай омыртқасыздарға және де ары қарай төменгі сатты балдырларға дамыды. Протерозойда бүкіл тіршілік судың астында болды, көп уақыт бойы. Одан кейін өсімдіктердің және де цианобактериялардың фотосинтезінің әсерінен жер атмосферасындағы оттек концентрация жоғарылап, бізде озон қалқаны пайда болды. Басқаша айтқан кезде тіршілік құрлыққа шыға бастады. Келесі эра бұл палеозой. Палеозойда жалпы жануарлар құрлыққа шықты. Себебі оның алдыңғы протерозойда озон қабаты қалыптасты. Палеозойдың ең ерекшелігі ол кезде мұнай, тас көмір, газ қорлары түзілді. Және де өсімдіктердің жоғарғы сатысындағы ашық тұқымдары және споралылар, плаундар, қырықбуындар, қырықжапырақтар дами бастады. Өсімдіктер әлемде болса, көбінесе бунақ денелер, оның ішінде өрмекшілер, омыртқалылардан балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар тіршілік етті. Келесі эра мезозой. Мезозойды ғалымдар басқаша динозаврлар эрасы деп атайды. Динозаврлармен қатар омыртқалылар да дами бастады. Олардың ішіне құстар және сүтқоректілер. Мезозойдағы климат жалпы құрғақ және жылы болды. Соның әсерінен жабық тұқымды өсімдіктер пайда болды. Егер де палеозойда ашық тұқымды өсімдіктер дамыса, мезозойда жабық тұқымдар дамыды, яғни гүлдейтін өсімдіктер. Келесі кайнозой. Кайнозойдағы тіршілік заманауи түрге ие болды. Кайнозойда жалпы жер шарын мұз басты, көбінесе солтүстік жағын. Соның әсерінен бізде мамонттар, жүнді мүйізтұмсықтар өліп қалды. Және де кайнозой кезінде гүлді өсімдіктер, бунақ денелер, жылы қанды жануарлар дамыды. Мына өздерің көргендей, мына бейне фильмнен көптеген мағлұмат алдық. Енді осы тақырыпты түсіне отырып, мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма сәйкестігін тап, яғни мында 5 эра жазылған: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Міне осы эраларда қандай тіршілік пайда болғанын сәйкестендіріп жазамыз. Одан кейін келесі тапсырмамыз архей мен протерозойды салыстырамыз. Екеуінде қандай ұқсастық, қандай айырмашылықтар бар.
Үшінші тапсырмамыз. Әрбір эраны және олардың ерекшеліктерін сызба түрінде бейнелейміз. Яғни рефлексия: не білдім, нені үйрендім, нені түсінбедім, немен жұмыс жасау қажет.